Жаңызға қайырлы күн достар. Қазіргі таңда тойбастарға таратуға арналған осындай хит мини букеттерімізді жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Осындай сүйкімді нәзік букеттерімізді жасау үшін бізге қажетті заттар: скотч, қайшы, ыстық клей, зубочистка, байлау үшін лента және гүлдің сыртын орайтын қағаз және конфеттер қажет болады. Ең алдымен әр букетке 5 штук конфеттен салатын болғандықтан 5 штук зубочисткамызды аламыз. Конфеттің сыртқы жағындағы қағазын теріс қаратып, кішкене ыстық клей жабыстырып, зубочисткамызды барлығын жабыстырып алатын боламыз. Осылайша барлығын жасап аламыз. Екі секунд ұстау қажет болады, өйткені ыстық клей тез кетпейді. Міне осылай бәрін қыстырып алдық, және осылай кішкене 4-5 қалтқа қиып алып, сол қалтқаға зубочисткамызбен қыстырып конфеттерімізді орнатып алатын боламыз. Міне конфеттерімізді қалтқаға орнатып алдық. Енді сыртын қаптау үшін осындай бір листі гүл орайтын қағазымызды тең бөлікке, 2 бөлікке бөлеміз. Және 2 бөлікті тағы да теңде 2 бөлікке бөлеміз. Сол кезде бір қағаздан 4 мини букет шығатын болады. Соның бір қиындысын кішкене жалпақ күйде 2 бөлікке бөлеміз. Міне видеодағыдай етіп 2 бөлікке бөлдік. Енді жіңішке 2 бөлікке бөлеміз тағы да. Оның белгілі бір сантиметрі жоқ. Өзіңіз көзбен өлшеп қия берсеңіз болады. Міне осындай ұзын бөліктен бір бөлік аламыз. Енді бірінші бөлген 2 бөлігімізді скотч арқылы кішкене бір жағын қайырып скотчтап аламыз. Мынадай артық жерлерді қиып тастаймыз. Тек-тегіс болу керек. Міне, бір жаққа қайырып, бір шетін скотчтап аламыз. Енді екеуін біріктіреміз. Қолмен ұстап, үстіне жаңағы конфетімізді қоямыз. Қалтқаға кішкене ыстық клей жағып, қағазымызды қалтқаға мықтап бекітіп аламыз. Қалған артық жерлерін скотч арқылы орап тастаймыз. Артқы жағында да ораймыз. Енді 2 кішкене бөлікті біреуін оңға, біреуін солға қаратып, жиегін скотчпен майыстырып аламыз. Бұл бізге әдемілік үшін қажет болады. Оңға қараған оң жағына, солға қарағанын сол жағына скотч арқылы ораймыз. Сіздерге кеңес болсын, скотчқа осындай кесетін құрал пайдаланғандарыңыз дұрыс, әйтпесе уақытты көп алады. Осылай бекітіп аламыз екі жағына. Соңғы ұзынша бөлікті конус етіп аламыз. Осылай конус етіп, артқы жағын скотчпен тағы да бекітеміз де. Екі жағына ыстық клейді жағып, былайынша кіргіземіз де, ыстық клейге жабыстырып, мықтырақ болушын орайтын боламыз. Және лентамызбен белінен буып, әдемі бантик жасап байлайтын боламыз.
осылай бантик жасайтын боламыз. Ұшын әдемі етіп қайшымен қиямыз. Және сыртқы ораған қабығымызды қолмен астыңғы жақтарын дұрыстап жібереміз. Осындай қағаз шығарып алсаңыздар болады. Менде ұзату той болғандықтан қыздың атын жазып, ұядан ұшыру деп датасын жаздым. Осылай жапсыратын қағазды шығарып алсаңыздар болады. Міне букетіміз дайын болды. Әдемі, нәзік, сәнді болып шығады. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Өздеріңіздің қалауларыңызша қалаған конфеттеріңізден жасап алсаңыздар болады.